уақыт өте көп. Негізі уақыт өте көп. Шынымен уақыт өте көп. Әрине көмектеседі. Мен жалғыз емеспін. Мен күйеуім бар, менің ата-енем бар. Мен 10 жыл ата-енеммен өмір сүрген адаммын. Мен сырттай көріну мүмкін, сондай independent woman деген сияқты. Мен 10 жыл келін болып, өмір сүрген адаммын деген. Бірақ егер сіз өзіңіздің тағы да бір мақсаттарыңызға қатты сенсеңіздер, сіздің айналаңыз кейде сол мақсатқа жұмыс істей бастайды, көмектесе бастайды. Сондықтан менің ата-енем толық маған көмектескен адамдар. То есть ол қалайсың ба? Біз саған барынша қолдаймыз деп балаларымды өсіріп берген адам. Енді өсіріп бергенде көмектескен қарауға. Бірінші, егер бала туралы айтсақ. Сосын үй жұмысы дегенде тамақ істеу, жаңа соны айтасыз ғой, үй шаруасын дамуға. Менде егер сіздерге түсінікті айтуым болса, айтайын десем, сағат 7-де күнім басталады. Балаларды сабаққа апарасың, 8:30-да үйге келемін. 9-ға дейін үй жинаймын. 9-дан бастап 12-1-ге дейін менде тағы жұмыс. Бұл дегеніміз кітап шығарамыз біз. Кәдімгі қазақ заманауи прозасы біз авторларға қаржыландырамыз, сөйтіп кітап шығарамыз. Сол бойынша жұмыс болады. Сосын біз шетелден кітап аламыз. Сол бойынша жұмыс болады. Сосын әбеткі уақытта менде 1,5 сағат спорт болады. Спорт уақытында менде аудио кітап болады. Аудио кітап құлақта. Мысалы, соңғы рет Бодо Шефердің кітабын аудио кітап тыңдап шықтым таза. Бір тарау 30 минут, мен 30 минут кардио жасап отырып тыңдап атам мысалы. Сосын солай. Одан кейін сағат 2-ден 5-ге дейін менде блогтың жұмысы болады. Менде кәдімгі стратегиялық жоспар бар. Бүгін не айтам, ертең не айтам деген сияқты. 2 сағат блогтың жұмысын жасаймын. Сосын сағат 5-тен бастап балаларды жинаймын. Садик, мектептен жинап алып келемін. Сосын кружоктарына тасимын. Сосын үйге келемін. 8-ден 9-ға дейін, кейде 9:30-ға дейін балалармен сабақ оқимын. То есть ағылшын үйретемін, бірдеңе үйретемін, сабақтарын оқимын. Сосын олар ұйықтайды. Ұйықтағаннан кейін сағат 9:30, 10-нан 11-ге дейін менде кітап оқу, болмаса курс өтсем, мен курс оқимын. Сөйтіп ұйықтаймын да қайтып таңертең тұрамын. Осылай. Мен анау әр уақытты бөлмесем, менің өмірім андай хаос болып кетеді. Хаосты басқара алмай қаламын мен. Сондықтан 4 баламен басқару өте қиын. 4 баламен бір тәртіп болмаса қиын. Сондықтан менің күнім тәртіпке қатты байланған. То есть мен бүйтіп будильник ойнайды. Демек мен тұруым керек та, аудио кітап қосуым керек. Будильник ойнайды, мен тұруым керек та, балалармен сабақ оқуға баруым керек. Деген сияқты кішкене робот сияқты өзімді сөйтіп ұстағам. Өйткені басқаша мүмкін емес балалармен. Рахмет.